Баршаңызға қайырлы күн достар. Жөтелді үй жағдайында қалай емдеуге болады? Жөтелдің құрғақ, көк және де аллергиялық түрлері болса, оны емдеудің тәсілі өте көп. Емханаға барып екпе салдырудан бұрын үй жағдайында да жөтелден жазылуға болады. Жөтелді үй жағдайында емдеудің ең тиімді 5 тәсілін сіздермен бөлісетін боламыз, сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші, сүт пен бал. Қатты ысымаған сүтке бал қосып ішу жұтқыншақты жұмсартып, жағымды әсер береді. Мұны мүмкіндігінше ұйықтар алдында ішкен дұрыс. Сонда тамақ жыбырлағанын азайтып, тыныш демалуға мүмкіндік береді. Ол үшін бір кесе немесе бір стақан сүтке 1-2 қасық бал, сосын саусақ ұшымен кішкене ас содасын қосу қажет. Мұны түсте және де кешке қабылдау жөтелді босатып, қақырықты түсіріп, организмдегі зиянды заттардың сыртқа шығуына әсер етеді. Екінші, көкөністі қолдану. Жөтелді қойдырудың тағы бір әдісі көкөністерді пайдалану. Ол үшін бір картоп, бір алма және де бір пиязды суға салып қайнату қажет. Бұл ретте картоп пен алманы сол күйінде, ал пиязды аршып салған дұрыс. Сонымен қатар отты баяу қоюды да ескерген жөн. 2 мәрте қайнатып, суы біраз сарқылдағанда оттан аласыз. Дайын болған сұйықтықтан күніне 1 шай қасықтан 3-4 рет ұрттап отырсаңыз жөтелді қойдырады. Келесі үшінші, құйрық май. Қойдың құйрық майын ерітіп пайдалану жөтелге дауа. Ол үшін құйрық майды ысытып, онымен алқым, арқа және де 2 табанды сылап шығу керек. Сылаған соң мейлінше қымтанып, қалың жамылып демалған дұрыс. Жылы күйінде майдан 1 қасық ұрттау да жөтелді кетіруді жылдамдатады. Біраздан соң денеңіз жіпсіп, терлей бастайды. Себебі құйрық май ішке барған соң қолқаны жібітіп, жанды қинаған жөтел қақырыққа айналады. Келесі төртінші, бумен емдеу. Жөтелді енді басталып келе жатқан кезде дәрігерлер ингаляция жасауды ұсынады. Егер мұндай аппарат болмаған жағдайда қолда бар заттарды кәдеге жаратуға болады. Мәселен, асүй ыдысына тостаған немесе шұңғыл тәрелке ыстық су құйып, соған қарай еңкейіп басыңызды сүлгімен қымтап алу керек. Бірнеше рет бумен демалу жөтелді басады. Егер ингалятор аппараты болса, бұл процесс жеңілдей түседі. Келесі 5-ші, ірі қара бұрыш. Кәдімгі ұсақ емес, ірі домалақ пішінді қара бұрыштар жөтелді қойдыруға таптырмас ем. Оның 2-3 данасын ауызға салып шайнау керек. Егер 3 күн қатарынан үзбей, күн сайын 1 мәртеден қолдансаңыз, жөтеліңіз қайта бастайды. Қарабұрыш кеңірдекті емдеп, тыныс жолдарын ашып, жөтелуге мәжбүр етіп тұрған бактерияларды жояды. Сондай-ақ қарабұрышты қайнаған сүтке араластырып ішуге де болады. Достар, егер де ақпарат пайдалы болатын болса, арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.